Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 9-шы сабақ. Қазір енді have деген есікті өтеміз. Have-тің мағынасы бар, болу, орысша айтқанда иметь. Бұны басқаша айтқан кезде have got деп те айтамыз. Бұны екеуінде қолдана берсеңіздер болады. Қайсысы ыңғайлы? Екеуі де мағынасы бірдей, екеуі де бар. Енді бұл мынау үшінші таблица. Біз бірінші таблицаны, сөйлем құрау таблицаны бірінші сабақта өттік, екіншісini және өттік, және үшіншісі осы таблица. Сіздер осы үш таблица арқылы бүкіл ағылшынша сөйлем құрайсыздар. Қазір енді осы шақта сөйлем құрап үйренейік. Мысалы, сенде көлік бар ма деген сұрақ қалай болады? Сенде do you have бар, a car, көлік. Do you have a car? Сенде көлік бар ма? Менде көлік бар ма? Do I have a car? Бізде көлік бар ма қалай болады? Do we have a car? Оларда көлік бар ма? Do they have a car? Енді ода көлік бар ма? Қыз ба ұл болсын? Мысалы, ұлға болса does he have a car? Немесе қыз болса, ода көлік бар ма десе does she have a car? Немесе адамнан басқа бір зат есімдер болса does it have a car болады. Енді менде көлік бар деген қалай болады? Менде have бар a car. Көлік. I have a car. Менде көлік бар. Сенде көлік бар. You have a car. Бізде көлік бар. We have a car. Оларда көлік бар. They have a car. Енді өзгешелік мына жерде болады. Бұл жерде енді ода көлік бар дегенде she, мысалы ұл болса he, have емес has болады. He has a car. Өзгеріс осы жерде болады. He, she, it те болады осы шақта. Енді ода қыз балада көлік бар деген she has a car. Немесе зат есімін қолданса it has a car. Енді менде көлік жоқ осы шақта. I don't have a car. Болады. Сенде көлік жоқ. You don't have a car. Бізде көлік жоқ. We don't have a car. Оларда көлік жоқ. They don't have a car. Енді ода көлік жоқ деген кезде бұл жерде has болмайды, қайтадан have-ға ауысады. He, мысалы ода көлік жоқ, he doesn't have a car. Көрдіңіздер ғой, өзгешелік осы жерде ғана болып тұр. He, she, it та осы шақта болымдыда. Ода көлік жоқ ол қызда. She doesn't have a car and it doesn't have a car. Енді келер шақта сөйлем құрап үйренейік. Сұрақты қалай қоямыз? Менде көлік бола ма дейді. Қалай болады? Will I have a car? Сенде көлік бола ма? Will you have a car? Бізде көлік бола ма? Will we have a car? Оларда көлік бола ма? Will they have a car? Ода ұл болса көлік бола ма? Will he have a car? Ода көлік бола ма? Қыз адам болса will she have a car? Және зат есім болса will it have a car? Енді болымдыда қалай болады? I will have a car. Менде көлік болады. You will have a car. Сенде көлік болады. Бізде көлік болады. Қалай болады? We will have a car. Оларда көлік болады. They will have a car. Ода көлік болады. Ол адам болса he will have a car. And she will have a car. Болымсызда қалай болады? Менде көлік болмайды. I will not have a car. Сенде көлік болмайды. You will not have a car. Бізде көлік болмайды. We will not have a car. Оларда көлік болмайды. They will not have a car. Ода көлік болмайды. Ол адам he will not have a car. Ода көлік болмайды. Қыз адам болса she will not have a car. Енді өткен шақта қалай сұрақ қоямыз? Сенде көлік болды ма? Did you have a car? Менде көлік болды ма? Did I have a car? Бізде көлік болды ма? Did we have a car? Оларда көлік болды ма? Did they have a car? Ода көлік болды ма? Ұл болса did he have a car? Яғни қыз болса did she have a car? Ода көлік болды ма? Енді менде көлік болды. Енді өзгеріс осы жерде болады. Енді мына жерде have емес had болады. Екі жерде өзгеріс қана болады. Ол болымдыда осы шақта has болады және болымдыда өткен шақта had a car. Сенде көлік болды. You had a car. Бізде көлік болды. We had a car.
Оларда көлік болды. They had a car. Ода көлік болды. He had a car. Бұл адам болса, қыз адам болса, ода көлік болды. She had a car. Енді менде көлік болмады. Қалай болады? I did not have a car. Қайтадан have-ға ауысты, көрдіңіздер ғой? Сенде көлік болмады. You did not have a car. Бізде көлік болмады. We did not have a car. Оларда көлік болмады. They did not have a car. Ода көлік болмады. Бұл адам болса, he did not have a car. Және ода көлік болмады. She did not have a car. Ал енді have got-ға келетін болсақ, have got пен have екеуі мағынасы бірдей. Бұны қайсын қолдансаңыздар өздеріңіз білесіздер, қалай ыңғайлы, екеуінің мағынасы ауысып кетпейді, бірдей. Тек have got осы шақта ғана болады have got. Мысалы, сенде көлік бар ма? Have you got деген көрдіңіз, алдыға шықты. Have you got a car? Мына жерде do емес, do'дың орнына have болады. You got a car. Сенде көлік бар ма? Менде көлік бар ма? Have I got a car? Менде көлік бар. I have got a car. I have a car болмайды. I have got a car. Сенде көлік бар. You have got a car. Бізде көлік бар. We have got a car. Оларда көлік бар. They have got a car. Менде көлік жоқ. I haven't got a car. Сенде көлік жоқ. You haven't got a car. Бізде көлік жоқ. We haven't got a car. Haven't деген have not-тың қысқартылғаны. Have not a car десеңіздер болды. Haven't got a car десеңіздер болды. They haven't got a car. Оларда көлік жоқ. Енді he, she, it-та алдына does-ның орнына has болады. Has he got a car? Ода ұл адамда көлік бар ма? Және қыз адамда болса, ода көлік бар ма? Has she got a car? Ода көлік бар, ұл болса, he has got a car. Қыз адам болса, she, ода көлік бар, has got a car. Has got. Nerede? Has да өзгерді. Енді ода көлік жоқ. He hasn't got a car. Hasn't got a car. Hasn't деген has not-ның қысқартылғаны. Және ода көлік жоқ. Қыз адам болса, she hasn't got a car. Сонымен осы have мен have got-ты түсіндік деп ойлаймын. Сіздерге үй жұмысына өзіңіз жайлы жазу, about myself, және видеоға түсіру. Неге видеоға түсіру? Өйткені сіздер жазған нәрсеңізді айта білулеріңіз керек та. Осыны өзіңіз жайлы айта алмасаңыздар, онда мүлдем сөйлей алмайтын боласыздар. Бірінші өзіңіз жайлы, өзіңіздің отбасыңыз жайлы сөйлеп, камераға қарап үйреніңіздер. Келесі сұраққа жауап берсеңіздер, толық өзіңіз жайлы мағлұмат алуға болады. Мысалы, what is your name? Сіздің атыңыз кім? How old are you? Сіздің жасыңыз қаншада? Where are you from? Сіз қай жақтансыз? Where did you born? Сіз қайда туылдыңыз? Where do you live? Сіз қайда тұрып жатырсыз? Where do you study? Көрдіңіздер, байқасаңыздар, бұның бәрін өткенбіз. Where қайда? Do you study? Оқисың. Бұның бәрін алдыға сабақта өттіңіз. Енді what is your hobby? Сіз немен айналысқанды жақсы көресіз? Where did you work? Сіз қайда жұмыс істейсіз? Where did you travel? Сіз қайда саяхаттадыңыз? Саяхаттайсыз немесе. Where do you want to travel? Сіз қайда саяхаттағыңыз келеді? What is your favorite place? Сіздің сүйікті жеріңіз қандай? Who do you want to become in the future? Болашақта кім болғыңыз келеді? What is the goal? What is the aim? дейді. Сіздің арманыңыз қандай? How this English course is going on? Ағылшын тілі курсы қалай өтіп жатыр? Келесі, бұл келесі жұмысы about your family. Сіздің отбасыңыз жайлы. Who are on your family дейді. Отбасыңызда кімдер бар дейді. What is your father name? Әкеңіздің аты кім? How old is he? Оның жасы қаншада? Where does he work? Қай жерде жұмыс істейді? What is your mother name? Анаңыздың аты кім? How old is she? Оның жасы қаншада? Where does she work? Ол қай жерде жұмыс істейді? Және about your sister, younger brother, elder brother. Сіздің сіңілдеріңіз немесе қарындасыңыз, отбасыда кім бар? Сол жайлы жазсаңыздар, осы тапсырманы орындаған боласыздар. Ал сіздерге сәттілік. Мына жерде мен көрсеттім. Бұл жерде мысал, осы мысалға қарап
осы мысалға қарап сөйлем өздеріңіз жайлы жазсаңыздар болады. Ал енді құрметті оқушылар, сіздерге сәттілік. Келесі сабақта кездескенше. Осы мысалға қарап сіздер жазып үйренсеңіздер болады. Сіздерге міне шаблон дайындап қойдым. Өзіңіз жайлы және отбасыңыз жайлы. Осыған қарап сөйлем құрастырсаңыздар болады. Ал сіздермен келесі кездескенше сәттілік.